А тут с одной стороны с востока Хабаровск, с запада Беларусь, с юга Нагорный Карабах полыхает. Вот это вот может быть катализатором, может быть таким триггерным событием, который приведет к распаду путинского режима. К сожалению, я не очень понимаю, каким образом этот распад может произойти совсем без жертв. Будем надеяться, что все-таки он произойдет с минимальным количеством жертв, и это будет третий и окончательный распад Российской империи. Путин бар болса, Ресейінде бар, ал Путинсіз Ресейінде жоқ, деген еді орыс саясатшысы Володин. Бұл сөзі жалтақтап айтылған болса да, дәл келетінін саяси сарапшылардың көпшілігі растайды. Путин қашан кетеді, сол мезгілден Ресейде бытырай бастайды. Бытырағанда қаншалықты ұсақтанып бытырайды. Міне осы мәселеде ғана сарапшылар үндес емес, түрлі пікірлер айтылады. Сол көп пікірлердің қайсысы жөндеу, ақылға қонымдырақ келеді, сонысы дұрыс деймін. СССР сияқты Ресей Федерациясы да тап сол жылдары шашылып қалар еді. Оған жол бермеген бірегей батыс еді. Неліктен батыс Ресей тұтастығын қалады? Оның бірнеше себептері бар. СССРмен бір мезгілде Ресей Федерациясы шашылып қалғанда, СССР құзырындағы ядролық қару көптеген субъектілер тәуелсіз мемлекеттер құзырларына түсер еді дағы, оларды қадағалауы барлықтарына қиындап, бүкіл адамзатқа қауіп төнер еді. Бұл бірінші себеп. Ресей ұсақ-ұсақ боп бөлшектеніп кеткенде, сол ұсақ-ұсақ бөлшектер жұрты, жері, табиғи байлығымен қоса Қытай ықпалы құзырына түсіп, Қытайды күшейтіп жіберетін еді. Бұл екінші себеп. Ресей Федерациясының тұтастығы сақталғанда, демократиялық жолға түскен Ресей енді батыстан сескенбей, бүкіл әскери қуат күшін Қытай жаққа бұрып, өстіп Қытайды керемет алаңдатар еді. Бұл үшінші себеп. Көріп отырғанымыздай, батыс үшінші тармағында қателесті. Ресей Борис Ельцин билігі кезінде батыспен де жақсы, Қытаймен де жауласпай, тең саясат жүргізсе, Путин билігі кезіндегі Ресей батыспен даулы боп, Қытайға дос болып алды. Ресейді өзімізге тартып, Еуропаны тынық мұхитына дейін тартамыз деген Париж, Берлин қиялдары да жүзеге аспай өшті. Осыдан келіп, Ресей тұтастығы мәселесіндегі бірегей батыстың да көзқарасы өзгерді. Ресей тағы да батысқа қауіпті мемлекетке айналды. Демек, оны әлсіретіп, қауіпсіз ету үшін тағы бөлшектеу керек. Бірақ, бөлшектегенде аталмыш бірінші және екінші себептерді ескере бөлшектеу керек. Яғни, Ресей Федерациясы құрамындағы бүкіл республикаларға тәуелсіздіктерін алып беріп, әлсірету және ядролық қаруды қысқартуын, кейін толық жойылуын талап ету. Путиннен кейінгі президент осы талаптарға көнсе, батыс татуластыққа келіседі. Көнбесе, екі арадағы қырғи қабақтық сақталады. Екінші этап Мәскеуден кесіліп қалған Калининград облысы мен шеткі шығыс аумағында сепаратистік қозғалыстарды жаратып, Ресейді тағы әлсірету. Путиннен кейінгі саяси оқиғаның осылай өрбуі Ресейге көршілес Европа, Қытай, Жапон мемлекеттеріне тиімді. Өйткені әр қайсысы
өз үлестерін ала алады. Бірақ Америкаға одан не пайда? Ресей құласа, тізе бүксе, онысы Европа мен Қытай жақындасуына тікелей жол ашады дағы, ал ондай жақындастық түбінде құрлықтың бірігуіне әкеліп соғуы мүмкін. Онда жер планетасының супер құрылымы мәртебесі бірегей Евразияға көшеді.